Ассалаумағалейкум, менің атым Алмас Алтай. Менің Фейсбукта Сәбит Ырыспаев деген досым бар. Сол Сәбит кешелік өте аш пост жазды. Дәл осы пост менің осы видеоны түсіруіме шабыт берді. Қазақтың медиа алаңы үлкен емес. Кім кіммен, кім кімнен, кім қалай деген сұрақтардың жауабын табу оп-оңай. Бір жоба ашылса, оның артында кімнің тұрғанын, айтатын әңгімесі қандай бағытта болатынын әу басынан біліп отырамыз. Қазақстанда кейінгі жылдары Ақорда, үкімет, парламент, жалпы билік тармақтарынан қандай да бір жақсы бастама, ұтымды идея шықса, соны бас салып төпелей жөнелетін авторлар пайда болды. Ол Фейсбуктағы Дина Елгезек, ютубта Брейка және Жұрттың баласы деген канал бар. Олардың аузынан ешқашан жақсы сөз шыққан емес. Сәбит Ырыспаевтың қисынына салсақ, Қазақстандағы ютубердің де, ютуб арнаның да артында қаржы бар, топ бар, мүдде бар. Айтпақшы, кеше тағы бір дау шықты. Ютубтағы аузынан жақсы сөз шықпайтын каналдың бірі Арамедиа арнасының редакторы каналым жабылғалы тұр деп жылап, жұрттың алдына шықты. Қауіптің себебі де қызық. Арамедиа ұлттық арнаның видеосын қолданған. Әлбетте ұлттық арна бұл видеоға шағым түсірген. Арамедианың өкпесі орынсыз дейміз. Біреудің видеосын рұқсатсыз пайдалану, авторлық құқықты өрескел бұзу. Бұл үшін канал жабылып қалса, қарқылдап күлу керек. Өйткені бұл барып тұрған бейкәсібилік. Медиа саласында жүрген адамның бұндай қателік жіберуі өте күлкілі. Осы тұста жұрт пікір екіге жарылды. Біреу Арамедиаға кешірім беру керек дейді, олай болса өздерің айта беретін авторлық құқықтың мәселесі қайда қалады. Біреулер ұлттық арнаның қадамы дұрыс дейді. Біз де осы пікірдеміз. Егер ұлттық арнаның жақсы видеосын Арамедиа жаман әңгіме үшін қолданса, басқа қандай шара болуы керек. Журналист Ришат Асқарбекұлының Фейсбуктағы мына жазбасы көп былықтың бетін ашқан. Жас Алаш 31-ші канал азаттықта жұмыс істеген айтады да, бір жылдары облыс әкімінің жанында жүрген, яғни билік тармағында еткен еңбегін еске алмайды депті. No comment. Жақсы жаңалыққа жоламай, реті келсін келмесін үкіметті, билікті сынап қалуды көздейтін YouTube каналдардың көбінің түбі шикі артып бос. Органдар шындап айналысайын десе, аз уақытта абырайларын айрандай төгетіні анық. Ал органдарға жетпей-ақ авторлық құқықты бұзып, ақымақ қателіктің құрбаны болып отқан Арамедиа сияқтыларды Құдай аясын.